Ассаламу алейкум, қазақ бауырлар. Мен ысымым Алмас. Мен Украинадағы ЗСУ-ның составында Туран батальонының командирі болом. Қазақ бауырлар, сендерге қайрылым себеби менде конкретный информациялар болды. То, что провокация Қазақстанда болот, кейінгі провокация Қазақстанда сепаратистер пайда болот. Сосын, қазақ бауырлар, сендерге айтарым, провокацияға алдырмаңдар. Арқалай провокацияны істейді. Ол жақта орыстар қазір көп. Каждыйының, ол орыстардың арбірін телефондарын тексеру керек. Анау топырлап жүргендер, административный, военный зданияларда топырлап жүрген орыстардың телефондарын тексеру керек. Олардың үйлеріне кіру керек. Провокация алдырмастан жай ақырын байқап кіру керек. Атайын агенттерді ойлап табаңдар. Агенттер істесін, провокациялар болады. Әйелдер дайындалған, олар айтады, телевидениеға шығады, олар айтады, бізді зорлау атыр, зорлап кетті, кеше түні бір балдар зорлап кетті, қазақ балдар деп айтады. Ол провокацияға алдырмаңдар, оларды дұрыстап тексеріңдер. Каждыйын тексеріңдер, кажды орыстың телефонын тексеріңдер. Провокацияға алдырмаңдар. Сепаратистер өте көп болады орыстарда. Мен бұл жақта разведка бойынша, ол жақта конкретно сепаратистер бар. Сол сепаратистерді выявлять етіңдер. Қазақ елім, өздеріңдер тексеріңдер. Ана спецслужбаңдар, сенбеңдер. Вдруг ол спецслужбалардың арасында да болады провокаторлар, сепаратистер. Вдруг қазақ елім өздеріңнің қолыңдар, өздеріңнің тағдырың өз қолыңда. Енді Қазақстан алға, мен сені жақсы көрем. Сосын осыл жерде сендерге қайырылып жатын. Қазақстан алға, тек қана алға, біз қазақпыз, мың өріп, мың тірілген. Туран жашасын, жашасын Туран, жашасын Туран.